Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Белгілі ақын Мұхамеджан Тазабек Алекс Леслидің атышулы тренингін тоқтату үшін бастама көтерді. Бұл туралы ол Instagram парақшасына жазды деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Менің қолыма камера алғызып, мені уайымдатып тұрған жағдай бар. Ол 19 қараша күні Алматы қаласына арнайы келе жатқан көрші елдің бүлікші блогері жайында. Алекс Лесли деген адам Алматыға келіп, қазақ қыздарын жауапсыз төсек қарым-қатынасына үйрету үшін қазақ қыздарының ар-ұятын қалай оңай таптау болатынын бүкіл үлгісін көрсету үшін келе жатыр екен. Жаман үйді қонағы билейді деген. Осы елге келіп бүлік салып, біздің ең қымбатты болған қыздарымыздың ар-ұятын аяққа таптауға келе жатқан адамға барынша қарсы тұрып, оның жолын кесуіміз керек. Жігіттеріміздің ар-ұяты айбыны азайған сайын осындай басынушылар көбейіп кетеді. Әрқайсыңыз төңірегіңізге дауысыңыз бен сөзіңіз жеткенше бұл нәрседен сақтандыруға шақырамын, дейді ақын. Сондай-ақ ол депутаттарға жазып мәлімдеме жасау керектігін де айтты. Қызыңды қорлаймын десе үніміз шықпайды, қатынымызды зорлаймын десе дымымыз шықпайды. Жаттың жаулауы мен бөтеннің бұзақшылығына мән бермейміз. Қайдасың комменттің комментилері мен дизлайктың дивизиясында жүргендер, дейді. Еске салайық, Алекс Лесли лақап атымен танымал Александр Курилов 19 және 27 қараша аралығында Алматы қаласында қыздарды арбау техникасы бойынша тренинг өткізетінін мәлімдеген. Бұл халық арасында көп дау туғызған еді.